Барым салсам айтады, жалпы истаусу бин нисаи хайрун. Ей ер адамдар, менің әйел затына қатысты айтқан өсиетімді қабыл алыңдар, мықты ұстаңдар дейді. Фа иннал мар'ата, сөзсіз әйел адам хулиқат мин дилағин, ол қабырғадан жаралған дейді. Қабырғадан жаралған. Ва инна ағважа шейин фи дилағи ағлаха. Қабырғалардың ішіндегі ең қисығы, ең жоғарғысы дейді. Сол жоғарғысы ең қисығынан жаратқан дейді, әдейілеп тұрып. Әдейілеп тұрып қисықтық табиғатты жаратқан дейді оны. Саған сынақ болсын деп. Көрдіңіз ғой? Өйткені біз мынадай нәрсе бар. Алла Тағала мен сіздің араңыздағы қарым-қатынаста біздің көп қисықтық жасайтын кездеріміз бар Алла Тағаламен қарым-қатынаста. Сонда қандай мәміле жасалып жатыр Алла Тағаладан сізге қарай, қанша қисықтық кетіп жатса да. Сол өзіңнің де маған қарай кетіп жатқан қарым-қатынастардың қисықтықтарының есіңнен шығып кетпеу үшін алдыңа, қасыңа осындай бір қисық, қабырғадан жарылған затты қойып қойдым дейді. Мен саған қалай сабыр етемін, солай сабыр етесің деп отыр ғой. Мен қалай сені кешіріп мүмкіндіктер беріп жатырмын, солай кешірімдер, мүмкіндіктер бересіңдер дейді. Сонда жаңағы осы себепті пайғамбар айтып отыр, әйел адамдарға қатысты өсиетіңді орындаңдар деп жатыр да. Сосын түсіндіреді. Жаңағы лән тастақима ләка аля ториқатин вахида. Ол ешқашан сен үшін дейді бір қалыпты болмайды дейді ол. Міне қазір бүйтіп мырзам деп тұрса, қазір жақта басқаша бір не болып қалуы мүмкін да. Көрдіңіз ғой? Жаңағы табиғат бәрібір істемей қоймайды дейді ол. Оны Алла Тағала әдейілеп солай жаратқан. Фа ин захабта туқимаха. Егер де оны күшпен түзейін десең, сындырдым дей бер дейді. Фа ин истамта'та биха ва фиха айважун. Егер оны пайдаланам десең, пайдалан, бірақ осы қисықтығы болады дейді. Басқасын бере алмайым дейді Алла Тағала. Күллі әйел зат осындай дейді. Қисық қабырғада мұжыған кезде қисықтығына қарамай тұрып мұжисыз ғой. Міне сол сияқты қисықтығы болу арқылы осы табиғатында пайдаланасың дейді оны. Көрдіңіз ба? Ва ин захабта туқимаха касартаха. Егер де оны күшпен түзетемін десең, Раббым, мына табиғат болмайды екен, өзің дұрыстап жасамағансам болмайды ма десең, сындырдың дейді. Ва касруха талақуха. Сындыруың талағы ғой дейді, бітті. Истаусу бин нисаи хайрун. Ал әйелдерге қатысты менің осы өсиетімді жақсылап орындап беріңдер дейді.